Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Миғраж уақиғасы туралы баяндап беретін боламын. Видео басталмай тұрып, менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мені қолдап отырғандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Миғраж уақиғасы. Әзіреті Мұхаммедтің атасы Абдутәліп дүние салған соң Хашим тайпасының көсемі болып Абдуллахаб тағайындалды. Оның басшы болуы Мұхаммед үшін қауіпті еді. Себебі ол Абдүмүттәліп әулетіне жасалған қысым кезінде қара тізімге ілінбей кеткен. Мұхаммедтің арқа сүйер қорғаны жоқтығын жаулары тиімді пайдаланды. Пайғамбарды қорлау, мазақ қылу жиіледі. Ол намаз оқып тұрғанда үстіне әртүрлі заттар лақтыратын. Енді бір есалаң оның қазанында қайнап жатқан тамаққа түйенің жуылмаған қарнын тастап кетті. Үйлерінен шыққан қоқыстарын соның ауласына келіп үйіп кететін. Пайғамбардың қыздары әкесінің момындығын көріп қорланып жылаушы еді. Әкелері «Жыламаңдар қыздарым, Тәңірім маған жеңіс сыйлайды» деп жұбататын. Оның қиналғанын көрген Абдуллахаб, исламды тәрк етсең, бәрі қалпына келеді. Мен тұрғанда саған ешкім тиіспейді деді. Пайғамбар иілмеді. Енді ол өзіне тірек болар тұлғаны Тайып қаласынан табуды ойлады. Бірақ Лат құдайының пұтханасы Тайыпта орналасқан. Қала жұрты Латқа тіл тигізген адамды аямайтын. Өзі Меккеден бір құдайдың мейірімін насихаттаған үшін қуылып келіп тұрса да, Тайыпта Құранның аяттарын ашып оқыды. Өзім пайғамбармын деп батыл жариялады. Қаланың надан жұрты оны мазақтап, ит қосып қуады. Пайғамбар сол жердегі жүзім егілген бауға тығылып жан сақтайды. Шаршап отырып талықсып кетеді. Кенет көзін ашса бір кісі дауыстап оятып жатыр. Ол пайғамбарға бір тостақ жүзім алып келіп тұр екен. Пайғамбар «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен Аддаспын» деді ол. «Қай жерден боласың?» «Кенғаннанмын». «Жүсіп пайғамбардың елінен екенсің ғой. Сіз Жүсіп пайғамбарды білуші ме едіңіз?» «Әлбетте білем, ол да мен сияқты пайғамбар». Бұл Тайыпта Жүсіпті танитын адам аз, көбі надан. Жүсіп Құдайдың ұлық пайғамбарларының біреуі. Мен Тәңірдің адамзатқа жіберген елшілерінің ең соңғысымын. Менен соң Тәңірім елші жіберуді тоқтатады. Мұхаммед пайғамбардың шын сөзі баланың жүрегін жібітті. Келген жігіт: «Мен сізге сенем, пайғамбарлығыңызға иман келтірдім. Мені өзіңізбен ала кетсеңіз, жақсы болушы еді. Мен де сізден даналық пен әдет ғылымын үйренгім келеді» деді, пайғамбардың көркем мінезіне қызығып. «Інім, әзірше осында қала тұр, әлі ерте, менің басыма қауіп төніп тұр. Ата-анаңа жауапты болар жайым жоқ. Көп ұзамай Тәңірісі маған жеңіс береді. Менің даңқымды барлық тараптан естейтін боласың. Сол кезде маған кел, саған көкірек көзін ашатын хикмет ілімін үйретемін» деді. Жас жігіт: «Онда мен сізді қауіпсіз аймаққа дейін шығарып салайын» деп біраз жер сапарлас болды. Пайғамбар оның батылдығына риза боп қалды. Жігіттің де кеудесіне хикмет ілімін үйренсем деген құштарлық оянды. Пайғамбар түн ортасында Әумихан есімді жақын туысының үйіне арып-ашып зорға жетті. Тайыпта көрген қорлықтың ізі Мүбәрактың көңілінде дық болып кетпей тұрған. Ол інісінің үйінде қамығып жатып ұйықтап кетті. Бірақ оның көзі ұйықтағанымен көңілі ояу тұратын. Жаббар хақ сүйікті пайғамбарының қорланып қамыққанын көріп біліп тұрды. Тәңірісі: «Менің хабибім бүгін қатты ренжулі». Көңіліне дық түсті. «Мен оны мұндай халде көргім келмейді. Өзіме қонаққа шақырып, көңілін білейін» деді де: «Ей Жәбірейіл, жәннатқа барып, барлық періштелерді салтанатқа әзірле. Бүгін менің пайғамбарым Мұхаммед осында келіп бейман болады. Пайғамбардың нұрынан жаралған ғаршы күрсі, лаухы қалам құрметін көрсетіп қызмет етсін. Мұса, Ғайса, Нұқ, Ыбырайым пайғамбарлардың рухтары шадман болып, рахымның нұрын қарсы алсын. Көрісіп, емін-еркін сырлассын. Күллі ғалам шаттанып, пайғамбардың нұрлы келбетіне көз тойдырсын. Өзің 70 000 періштені ертіп, пейіштен бір пырақты асыл тастармен әбзелдеп досыма жөнел.
хақтың елшісін пыраққа мінгізіп 7 қат көкті жұмақ пен тозақты аралатып көрсет деп әмір етті. Жәбірейіл жаратқанның бұйрығын орындап, сәруардың нұрынан жаралған 18 000 ғаламды шарлап сүйінші сұрады. Құрметті қонақпен қауышуға дайындықты бастауды міндеттеді. 70 000 періштені ертіп Мұхаммед пайғамбармен көріспекке келді де, «Я Мұхаммед» деп оны оятты. Пайғамбар орнынан тұрып, «Армысың Жәбірейіл досым» деп сәлем берді. «Уа Алланың сүйікті досы Мұхаммед, саған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Үмметіңді уайымдап, түнде ұйықтамадың, күндіз отырмадың, аш екенмін деп ас ішпедің, түн екен деп түс көрмедің, шаршауды білмедің, қайғырдың, қам жедің, сонда да қайратың қайтпады, қорықпадың, құбылмадың, жігерің мұқалмады, хақ дінді жаю үшін қаншама азапты бастан кештің. Бүгін сені Алла өз құзырына қонақ етуді қалады. Сенің пәк нұрыңнан үлес алған 18 000 ғалам жүзіңді бір көруге ынтық боп асыға күтіп отыр. Менімен бірге жүр» деді. Пайғамбар Құдайға шүкіршілік айтып, жан жүрегімен елжірей тебіренді. Жаннаттан әкелген жібек киімдерді киді. Періштелермен бірге үздіксіз калима айтып, Тәңірісін пәктеп, Қағбаны тауап қылды. Жәбірейіл пайғамбардың кеудесін ауыртпай тіліп, жүрегін алды. Микаил періште оның жүрегін алтын ыдысқа салып, мағрифаттың суымен жуды. Басқалары қолдарын қусырып тәжім етіп, Алла елшісінің құзырына құлдық ұрып тұрды. Жәбірейіл мүбәрәктің алдына пырақты көлденең тартты. Қос періште қос қолтығынан демеп, оны алтын ерге отырғызды. Нұр пырақтың ерні қызыл гауһардан, иегі нұрдан, сүйегі сом алтыннан, тұяғы жауһардан, тізгіні зүбәржаттан, жүгені ақықтан, маңдайы ақ жақұттан екен. Жұпардай иісі, майдай жүрісі бар екен. Алланың хабибісін көргенде құйрық жалы райханнан таралып, қызыл күрең реңі құлпыра түсті. Бірақ Мұхаммедті көзді ашып жұмғанша көкке алып ұшты. Сапар бастала бергенде ту сыртынан беймәлім дауыс естілді. «Ей Мұхаммед, кейін қайт, жолдан адастың. Онан да мұнда кел, атыңның басын кері бұр» деді. Пайғамбар дауыс шыққан жаққа қарамады. Есіл дерті Алланың дидарымен қауышу болған пайғамбар оны елемей өте шықты. Сәлден соң әлгі дауыс тағы да «Ей Мұхаммед, мына жаққа үңілші, күллі әлемнің қызығы мен рахаты осында жатыр. Алып кет, ол рахатқа сен ғана лайықсың» деді. Пайғамбар ол сөзді құлағына да ілмеді. Бейтаныс дауыс енді оң жағынан естілді. «Ей Мұхаммед, патшалықты қалайсың ба? Міне тақ, міне бақ, алда әлемді биле, тек мына сапарды мезгілінде тоқтата сал» деп гауһардан жасалған алып тақты алдына көлденең тосты. Пайғамбар тақты айналып өте берді. Енді дауыс үдей бастады. Ол енді «Мұхаммед, сені алдыңнан ажал тосып тұр. Бұл сенің түсің ғана. Ақылға кел, үйіңе қайт, әйтпесе басың бәлеге шатылады» деп шыңғыра айғайлады. Пайғамбар міз бақпаған күйі әуелеп ұша берді. Үміті үзілген әлгі дауыс кенет бір пәсте құдіреттің күшімен жаншылып кеткендей кілт үзілді. Жолай пырақтың алдынан неше түрлі зәулім сарай мыңғырған мал кездесті. Астың асылы мен тонның қамқасы да бірінен соң бірі көздің жауын ала бастады. Алуан түрлі дәмді тағамдардың иісі бұрқырап тұрды. Қарны қатты ашып тұрса да, пайғамбар оларға назар салмады. Осылайша сан алуан дүнияуи нығметтер барлық тараптан қол бұлғап өзіне шақырумен болды. Біраздан кейін алдарынан бір сұлу әйел күлімдей жолықты. Жанарымен арбап, сиқырлы күлкісімен баурап алғысы келді. Ол пайғамбарға қол бұлғап шақырды. Бірақ пайғамбар әйелге көзінің қырын да салмай өтіп кетті. Қыз да пырақтың артында жылап қала берді. Аздан соң Жәбірейіл періште пайғамбарға «Ей Мұхаммед, аттың басын бұрмағаның дұрыс болды. Әлгінде арбаған іблістің дауысы еді. Ол сені бала шаға мен қала берді өліммен қорқытып, сапарыңнан қалдыруды ойлады.
дүние нығметтерімен қызықтырып, Алланың дидарынан махрұм еткісі келді. Сен оларға назар салмадың. Ең соңында әйел болып алдады. Оны елемедің. Егер осылардың біреуіне титтей де болсын көңіл бөлгеніңде, сапарың осымен тоқтар еді. Үмбетің қыз қырқынға, байлық пен билікке көңілі ауып, Құдайды ұмытар еді. Сен Алланың нағыз хабибісі екенсің. Осы ерлігіңнің шарапатынан, үмбетіңнен Алланың дидарына ғашық болатын нағыз ерлер қияметке дейін шығып отырады деді. Бірақ заулаған қалпы пайғамбарды Құдыс қаласындағы Әл-Ақса мешітіне әкелді. Мешіт алдында қисапсыз періштелер пайғамбарды күтіп тұр екен. Оны салтанатпен қарсы алды. Пайғамбар мешіттің ішіне кірсе, іші құжынаған халық екен. Жәбірейіл, бұлар сізден бұрын өмір кешкен 124 мың пайғамбар. Олар жаратқанның қалауымен шірімеген тәндеріне қайта кірді. Олар саған сәлем беріп, құшақтасып қауышуға жиналды деді. Пайғамбарымыз қолын төсіне қойып, басын иіп олармен амандасты. Барлық пайғамбар, Мұхаммед, сапарың оң болсын, миғраж құтты болсын. Бұл саған ғана нәсіп болған нығмет. Біз саған қызығып тұрмыз деді. Мұхаммед пайғамбар бәрімен құшақтасып көрісті. Бір-бірінің мейір шуағына қанған соң, екі бас намаз оқуға ыңғайланды. Жиналған жамағат, «Я Алланың сүйіктісі, бізге имам болыңыз, алға өтіңіз» деді. Мұхаммед пайғамбар, әке тұрып ұл сөйлегеннен бездеген. Алдымда атам тұрғанда менің сап бастағаным әдепсіз болар. Имамдықты бәріміздің атамыз адам Сопиолла шықсын деп сынықтық танытты. Адам ата, мен пеште жүргенде тыйым салынған бидайдың дәнегін жеп, Жаббар хақтың алдында ұятты болдым. Соның өкініші әліге дейін өзекті өртеп тұрады. Имамдық маған қол емес деп кері шегінді. Пайғамбарымыз нұққа бұрылып, адамзаттың екінші атасы сізсіз, топан судан кейінгі тіршілікті сіз жалғастырдыңыз. Онда имамдыққа сіз шығыңыз деді. Нұқ та кейін шегініп, мен сабырым сарқылып, өз жұртыма қарғыс айттым. Соның кесірінен елде апат болды. Сол сабырсыздығыма әлі кезге дейін ұялам. Бұл жерде имамдыққа шығуға лайықты емеспін деді. Пайғамбар Ибраимға бұрылып, сіз де Құдайдың сүйген құлысыз, есіміңізді еркелетіп Халиулла деп атаушы еді. Онда сіз шығыңыз деді. Ол, мен де өз заманымда ажар әйелімді аяғы ауыр кезінде айдалаға апарып тастаған едім. Сол қаттылығым үшін осы кезге дейін қысыламын деп, ол да михрабқа жақындамады. Кезек Жүніс пайғамбарға келді. Ол, мен Мұсыл шаһарында еліме апат келгенде кемеге мініп, бас сауғалап кетіп қалдым. Сол үшін мені ұлық Алла жазалап, балықтың қарнына тықты. Имамдыққа лайықты емеспін деп тартыншақтады. Пайғамбар оның қасында тұрған Жүсіпке бұрылған еді. Ол, мен әкеме ат үстінде сәлем беріп, әдепсіздік көрсеттім. Сол үшін Тәңірісі мені жазалады. Денем 7 күнде шіріп кетті. Бүгін бәрі қабірдегі тәндеріне қосылғанда менің өз денем табылмады. Сіздің шарапатыңыздан ғана Жаббар хақ мейір шапағат етіп, менің денемді жаңадан сомдады деп айыбын есіне алды. Пайғамбар, ей Мұса, ұлық Алламен тікелей тілдескен өзіңсің. Сол үшін елің еркелетіп Калимолла деп атады. Намазды сен бер деді. Мұса, мен ұлық Алланың дидарын елге көрсетем деп оңбай қателікке ұрынғам. Сол қылығым есіме түссе, әліге дейін қызарып кетем. Ей Мұхаммед, сенің дәрежең бәрімізден ұлық, намазды сен бер. Біз саған ұйып намаздың ләззатын алайық деді. Олардың арасында Дәуіт пайғамбарда тұрған еді. Ол жезтаңдай әнші болатын. Құйқылжытып забур жырларын айтқанда тау-тас егіліп жылайтын. Аққан су, құтырған жел тоқтап қалатын. Ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі елітіп тыңдап тұрушы еді. Сондықтан да Дәуіт азан шақырып тәкбір айтты.
124 мың пайғамбар сапқа тұрып, Мұхаммед пайғамбарға ұйып намаз бастады. Бұған дейін бірде-бір пайғамбар құлшылықтан тап осылай ләззат алмаған екен. Барлығы балқып, ұлық Алланың мейірім шапағатына бөленді. Рахымды Құдай бұл намазды бірден қабыл етті. Мұхаммед пайғамбар намаздан соң Құдай тағала үмбетінің жарқын болашағын тіледі. Құлшылық біткен соң Жәбірейіл періште: «Ей Мұхаммед, Алла сенің сынық мінезіңе риза болды. Әлбетте, Жаббар Хақ сенің дәрежеңді бәрінен артық етті. Егер көңілің өсіп, өзгелерді елемей, имамдыққа бірден сұранып шыққаныңда, сапарың осы намазбен тәмам болар еді. Өзге пайғамбарлар да сенің бағыңмен таласпады. Ердің өзімен талассаң да, бағымен таласпа» деген. Тәңірісі сол мінездері үшін олардың да намазын қабыл етті. Бұл Алланың жақсы көретін қасиеттерінің бірі, деді. Намаздан соң жиылған жамағат та, періштелер де Мұхаммедті қимай мекендеріне тарасты. Нағыз миғраж сапары енді басталды. Жәбірейіл мен пайғамбар Пыраққа келді. Оның қасында қазандай қара тас жатыр екен. Пайғамбар оны басып Пыраққа мінді. Осы сәтте қара тас пайғамбардың оң табанына жабысып бірге көтерілді. Пайғамбар түсінбей төменге қарады. «Қара тас, әлем жаралғалы сізге басқыш ретінде қызметке жарау үшін мыңдаған жыл бойы тапжылмай күтіп жаттым. Бұл міндетті маған Құдай әуелде жүктеген еді. Міндетімді адал атқардым. Енді мен де мекеніме қайтамын», деді. Жәбірейіл періште тасқа отты көзін қадап: «Ей қара тас, әдепті бол, пайғамбардың шылауына жармаспа. Алладан саған қайтуға әлі рұқсат жоқ. Қияметке дейін осында боласың. Қал», деп бұйырды. Құдайдың құдіреті мен сол сәтте қара тас бос ауада қатып қалды. Бұл тас әлі күнге дейін Әл-Ақса мешітінің жанында қалықтап тұр екен деседі. Пырақ пайғамбарды мінгізіп алып көкке жүйткей жөнелді. Сол мезетте 7 қат көкке қарай інжу-маржан мен безендірілген ғажайып бір жол пайда болды. Жолдың екі жағынан қойылған шам шырақтар самаладай сәуле шашты. Жолдың оң жағында 80 мың періште, сол жағында 80 мың періште Құдайға мадақ, пайғамбарға салауат айтып ілесіп келе жатты. Бір кезде пайғамбар астындағы пырақтың мұңды кейіпте жылап келе жатқанын байқады. Ол пырақтың жалынан сипап: «Ей пырақ, сен неге жылап келесің?» деді. Алланың құдіреті мен пыраққа тіл бітіп: «Алланың сүйіктісі Мұхаммед, сендей асыл ерді алып ұшу бақытының маған нәсіп болғанына қуаныштан жылаймын. Бірақ бұл рахат сезім де бір сәтте өте шығар-ау» деп қайғыдан жүрегім сыздап келеді. Махшар таңында да сені үмбетіңнің алдында алып жүрсем деген арманым бар еді. Сол арманым орындалар ма екен деп уайымдап келемін, деді. Тәңірісі тілегімді берсе, махшарда сені таңдадым, еш алаң болма, деді. Пырақ, махшар таңында пырақ аттар өте көп болады. Барлық пайғамбарлар мен әулиелердің, салих тақуа құлдардың бәріне пырақ ат беріледі. Сол кезде ең бірінші пырақ міну құрметі сізге бұйырады. Пырақ атаулының нашары жоқ. Бірінен бірі асып түсетін сұлу да сымбатты болады. Менен сұлу пырақтар болуы әбден мүмкін. Сол кезде сіздің назарыңызға ілінбей қаламын ба деп қорқамын, деп мұңын шақты. Пайғамбар: «Ей пырақ, маған деген ықыласың бір сәтке де кемімесін. Мен сені ықыласыңа қарап танимын. Шарты сол болсын», деді. Пырақ басын изеді де көңілі мейірленіп сала берді. Ол шабысына шабыс қосып, көз ілеспей жылдамдықпен ұша жөнелді. Олар 7 қат көк пен 7 қат жерді жалғап тұрған ғажайып сатыға келді. Сатының бір жағы алтыннан, бір жағы күмістен екен. Тіреуіш қазықтары меруерттен жасалыпты. Саты мен періштелер жерден көкке, көктен жерге тынымсыз ағылуда. Өлген адамдардың рухтарын періштелер осы жерге жетектеп әкеп жинап жатыр. Оларды осы саты мен барзақ әлеміне әкетеді екен.
оларды жердегі жай адамдар көре алмайды. Жәбірейіл пайғамбарға бұл 7 қат көкке көтерілетін есік, жер мен көктің шекарасы осы мекен деді. Пайғамбар таңғажайып сатыны, оның күміс қақпаларын тамашалап тұрды. Бір кезде бір топ періштенің белгісіз рухтарды шынжырмен байлап, қамшымен айдап көкке қарай қинап алып бара жатқанын көрді. Олардың басы салбыраңқы, жүздері солғын екен. Бұлар кімдер деп сұрады пайғамбар. Жәбірейіл, бұлар әлімсақ уәдесін ұмытқан рухтар. Тәңірдің алдында қарар беті жоқ, бастары салбырап бара жатыр. Іштерін өкініш пен ұяттың оты өртейді. Жерде істеген күнәсіне көкте жауап береді. Періштелер оны таразы мизамға тартуға алып бара жатыр. Олар тағы да қайта туылсақ бола ма? Біз енді туылсақ өмірде момын болар едік деп жалынып жатыр деді. Пайғамбар осы сәтте: «Я Алла, менің үмметімді де осындай ғапыл, күнәһар құлдардың қатарынан қылма» деп жалбарынды. Жәбірейіл бірінші боп аспан әлемінің қақпасын ашты. Пайғамбар бісміллә деп бірінші хат көктің босағасын аттады.